30 жыл ішінде еліміз өте қарқынды дамып, үлкен жетістіктерге жетті. Қазақ халқы 1986 жылдың желтоқсанында тар жол тайғақ кешуден өтті. Желтоқсан оқиғасы қазақтың басы бірігіп бір жұдырықтай жамылған әрі бақытты әрі қайғылы күн еді. Жоғары кеңес Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдады. Қазір бұл Қазақстанның мемлекеттік негізін қалаған алғашқы заңдық құжаты болып есептеледі. Қазақстанның мемлекеттік тарихында жаңа қоғамдық саяси кезеңге қадам жасалды. Тәуелсіздік тарихындағы ең шешуші қадамның бірі тұңғыш президент сайлауы еді. Қазақ халқының алғаш рет еркін білдіріп, өз билігін өзі таңдап, дербестігін демократиялық сайлау арқылы мақұлдаған күн. Жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылдады. Осы күннен бастап республика тарихында жаңа кезең басталды. Қазақстан Республикасы егеменді тәуелсіз мемлекет деп жарияланды. Бұл оқиға елдің жаңа тарихының бастауы болды. Тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Бұл күнге сан ғасыр бойы армандап жеттік. Еліміз тәуелсіздікке бейбіт түрде қол жеткізіп, әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қосылды. 30 жыл ішінде тәуелсіз қазақ елі қалыптасып, нарықтың қиын өткелектерінен сүрінбей өтіп, болашаққа нық қадам басты. Қазақстан Республикасының егемендігі туралы декларацияда еліміз ядросыз аймақ деп жарияланды. Қазақстан халқының сол күндердегі бірлігі мен айбынды рухының нәтижесінде Семей ядролық сынақ полигоны Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен біржола жабылды. Тәуелсіз Қазақстанның ғарыш беттерін тұңғыш ашқан Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаев сынды ерен ерлеріміз қазақ елінің жасампаз даңқын айдай әлемге тағы бір мәрте паш етті. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 46-шы сессиясы Қазақстанды Біріккен ұлттар ұйымына мүше етіп қабылдады. Сөйтіп біздің еліміздің тәуелсіздігі халықаралық тұрғыдан танылды. Қазақстан Республикасының туы, елтаңбасы және әнұраны бекітілді. Мемлекеттік рәміздері алу, ел тәуелсіздігін қалыптастыру мен нығайтудың шешу сәтті. Олар Қазақстан тәуелсіздігінің қасиетті біріктіретін бейнесін білдіреді. Қазақстанның теңгесі пайда болды. Теңге біздің дербес ел болғанымыздың белгісі. Теңге Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышаны. Біздің еліміздің тәуелсіздігін жариялаған уақыттан бастап болған айрықша мәңгі оқиғалардың бірі болып табылады. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін жеке құрама ретінде бөлініп шығып, Олимпиада ойындарына қатыса бастады. Егемендігін алған еліміз қысқа және жазғы Олимпиада ойындарына қатысып жүлделі орындар алып келеді. Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы жарлық шықты. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Ақмола Астана болып өзгертілді. Астана елінің шынайы мақтанышына, тәуелсіздік пен Қазақстанның жаңа болашағына 21 ғасырға бағдарланған болашаққа айналды. Астанамыз қазіргі заманның саяси, экономикалық және әлеуметтік мәдени проблемалары бойынша әртүрлі кездесулер өтетін Еуразиялық кеңістіктің орталығы. 2017 жылы дәл Астанада үлкен оқиға болды. Болашақтың энергиясы атындағы Экспо 2017 халықаралық мамандырылған көрмесін елдіктің ерен жеңісі деуге болады. Қазақстан Республикасының екінші президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның астанасы Астана қаласын Нұр-Сұлтан қаласы деп өзгерту туралы жарлық шығарды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жарияланған болатын. Отанды сүюге, өз елін, тарихын білуге, жалпы адамзаттық құндылықтар мен терең көзқарастарды сіңіру арқылы таным белсенділіктерін арттыруға бағыттау. Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі. Ол әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз есімізден озып жүру, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс.